Енді өткен жол сабақтың жалғасын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі алаш қозғалысы қайраткерлері 1916 жылы қазақтардың тыл жұмыстарына алуға көзқарасы. Яғни 1916 жылы 25 маусымда патша бұйрығы шықты. 19 бен 43 жас аралығындағы жастардың барлығын тыл жұмысына алынсын деген. Яғни осыған байланысты бізде екі көзқарас пайда болды. Біреусі алаш зиялылары болатын болса, бұны қолдайтын болып шықты. Екінші, радикалды қозғалыстар бойынша олар қолдамайтын болып шықты. Яғни олар көтерілісті қозғады. Енді алаш зиялылары не үшін қолдамады? Себебі 1916 жыл жазда жаңағы ұлт-азаттық қозғалыс басталғаннан кейін алаш қайраткері халықты әскерге баруға және тыл жұмысына қатысуға үгіттеді. Себебі олар хан төкпеңдер, қарсы шықпаңдар деп Әлихан Бөкейханұлының жақсы сөзі бар еді осы кезеңде. Енді 1917 жылы ақпан айында Әлихан Бөкейханұлы Минск қаласында 1917 жылы ақпан айында Әлихан Бөкейханұлы Минскіде батыс майданнан земство және қала одақтар жанынан ашылған боратынлар бөлім басқарған еді. Осы кезеңде жалпы қарайтын болсаңыз, яғни қазақ қоғамындағы бұл көтеріліске қатысудың ешқандай мәнісі болмады дейді. Яғни себебі тек қана өзіңді қиналатын қарапайым халық болады деді. Сөйтіп тыл жұмысшылардың жағдайы туралы Әлихан Бөкейхан былай деп жазған еді. Ол жақта қазақ тілін білетін дәрігердің де фельдшердің де көмегі өте маңызды деп айтылған еді. Себебі оның барлығын майданға алу себебі мынаған байланысты болды. 1914-18 жылдары өздеріңіз білесіздер, бірінші дүниежүзілік соғыс болды. Яғни осыған байланысты еді.